Қауіпті табиғат құбылыстары. Қане балалар, барлығымыз есімізге түсірейік. Қандай табиғат құбылыстарын білеміз? Табиғат құбылыстары дегеніміз не? Табиғатта үнемі өзгерістер болып тұрады. Адамдар табиғаттың қар, жаңбыр, боран сияқты көптеген құбылысына ертеден үйреніп, одан қорғана да білді. Дегенмен кейде олардың адам өміріне қауіп төндіретін кезі де болады. Жыл бойы табиғатта түрлі құбылыстар болып тұрады. Қыста қар борап, көктайғақ болады. Күн суытып, аязды күндер болады. Көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Қар еріп, өзендердің суы көтеріледі. Бұл жағдайда өзен суы арнасынан асып, көпірлерді, жолдарды және үйлерді бұзуы мүмкін. Найзағай. Найзағай бұлттар не бұлт пен жер арасында болатын ұзындығы бірнеше километр, диаметрі ондаған сантиметр және ұзақтығы секундтың ондаған үлесіндей болатын алып электрлік ұшқынды разряд. Бұршақ. Бұршақ мөлшері 5-тен 55 мм-ге дейін және одан да ірі жұмырланған мұз түйіршіктерінен тұратын атмосфералық жауын-шашын. Жаңбыр. Жаңбыр диаметрі 0,5-7 мм болады. Тропосфераның жоғарғы қабатында қалыптасқан қар, мұз түйіршіктері оның жер бетіне жақын қабатынан өткенде еріп жаңбыр тамшыларына айналады. Кейде жаңбыр бұлт арасында тым ұсақ тамшылардың бір-бірімен қосылуынан пайда болады. Өрт. Өрт бұл адамның өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекетке зиянын тигізетін, қоршаған ортаға үлкен материалдық зақым келтіретін, қоршаған ортадағы заттардың бақылаусыз жануы. Жер сілкіну. Жер сілкінісі жер асты дүмпу күштерінің әсерінен жердің беткі қыртысының тербелуі. Су тасқыны. Су тасқыны қар мен мұздықтың тез еруінен және мол нөсер жаңбырдың өзен деңгейінің қысқы мерзімде күрт көтерілуі. Тұман. Тұман атмосфераның жерге таяу қабатына ұсақ су тамшыларының немесе мұз кристалдарының жиналуы. Қырау. Қырау ауадағы су буының салқындауынан топырақ бетіне, шөп сабақтарына, электр желілеріне, тағы басқа жерлерге қататын мұз қабаты. Қар. Қар атмосферадан түсетін әр түрлі пішінді ұлпа мұз кристалдары түріндегі жауын-шашын. Боран. Боран күшті желдің әсерінен топырақтың, құмның, қиыршық тастың, қардың ұйтқып соғуы. Мұз. Мұз судың қатты түрі. Қане балалар, тағы қандай қолайлы және қолайсыз табиғат құбылыстары аталмай қалды? Ойланып, ойымызды ортаға салып жазайық. Күн жылығанда табиғатта қандай құбылыс байқалады? Өздерің байқаған ерекше табиғат құбылысын интернет желісінен, газет-журналдардан қарап анықтаңдар. Осы тақырыпта шағын әңгіме жазыңдар.